тілем жасайту берілі. YouTube Shorts немесе Shorts видео деген не? Shorts бұл YouTube'дағы қолжетімді контент бөлімінің бірі. Видеодан бөлек контент бөлімі десек те болады. YouTube'да видео, тікелей трансляция, сюжет, сайт видео, сонымен қатар Shorts видеоларды салуға болады. Shorts ол қысқа видео, ұзақтығы 15 секунд пен 60 секунд аралығында болу керек және де вертикалды форматта түсіріледі. Міне осындай қысқа әрі қызықты видеоларды Shorts деп атаймыз. Shorts видеолар арқылы оқырмандар санын арттырып, өзіне аудитория жинай аласың. Shorts'тан да видео түсіріп табыстауға болады. Ол үшін барлық адам түсініп көретіндей сөйлеу маңызды емес, ең бастысы барлық адам көргенде түсінетіндей және де қызықты болатындай видео болу керек. Сонымен қатар Shorts'тың да өзінің ережелері, шарттары бар. Соны бұзбасаңыз болғаны. YouTube'да Shorts видеолар былай көрінеді. Видеоны салу қиын емес. Қандай приложениені қолданасыз, сол арқылы каналға жүктей аласыз. Біз CapCut'ты қолданамыз. CapCut приложениесіне кіреміз. Галереядағы жүктейтін видеоны таңдаймыз. Видеомыз дорожкаға түседі. Соңындағы белгіні алып тастаймыз. Видеоның артық жерін бөліп ударить етеміз. Экспорттаймыз. Тақырыбын толтырамыз. Описаниесіне хэштег белгісімен Shorts деп жазу керек. Теги деген жерді де толтырамыз. Видео ұзақтығы 60 секунд. 60 секундтан кем болса да болады, вертикальды форматта. Видео жүктелді. Бұл приложение арқылы осылай жүктеуге болады. YouTube'тың ішінде де видео түсіріп, бірден жүктеуге болады. Ол үшін YouTube'ға кіреміз. Төмендегі плюс белгісін басамыз. Сазат Shorts дегенді таңдаймыз. Оң жағында бірнеше құралдар деп айта берейін. Видеоға қажетті құралдар бар. Жоғарғы бұрышында 15 секундты білдіретін уақыт белгісі көрсетілген. Видеоның ең қысқа максималды ұзақтығы 15 секунд болу керек. Яғни 15 секундтан кем болмау керек. Егер де 60 секундтық видео түсіретін болсақ, 15 секунд үстін басу керек. Әр адамда телефонның моделіне қарай бұл құралдар әр қалай көрінуі мүмкін. Мысалы, маманың телефонында осылай, менде сәл басқашалау орналасқан. Бұл құралдарды қалай қолданамыз? Әр құралдың қызметін қысқаша айтып өтейін. Ең бірінші бұл телефон камерасына байланысты. Яғни сіз алдыңғы фонды түсіргіңіз келсе, осыны бір басасыз. Яғни мені өзіңізді түсіретін боласыз. Егер де сіз өзіңізді түсіріп отырып, артқы фонды түсіргіңіз келсе, міне осыны қайта басасыз. Екінші құрал бұл видеоның жылдамдығын өзгертеді. Яғни, менде қазір бірде стандартта тұр. 2-3-ке қоятын болсаңыз, бұл видеоны жылдам түрде түсіретін болады. Ал видеоның жай болғанын қаласаңыз 0.3-0.5-ке қойсаңыз болады. Негізі мен стандартпен түсірем, стандарт бойынша. Келесі батырма бізде бұл таймер деп аталады. Яғни бұл уақыт есептегіш құрал болып табылады. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, видеоны 3 секунд, 10 секунд, 20 секунд аралығынан бастап түсіреді. Таймер деген барлығыңызға түсінікті деп ойлаймын. Келесі төртінші бұл экранға арналған фондар. Сіз өзіңізге арналған суретті таңдап қойсаңыз немесе мүлде сурет қоймасаңыз болады. Келесі бұл ретуш, яғни бұл суретке эффект береді.
міне фильтр, шортсқа арналған, видеоға арналған фильтр. Көптеген неше түрлі әдемі фильтрлер бар. Ол үшін осылай таңдап, өзіңізге қандай ұнайды, соған қарай таңдайсыз. Келесі, видео түсіру үшін ортадағы қызыл кнопканы басамыз. Видео осы қызыл басқаннан кейін қызыл соңына дейін жетуіміз керек. Ол соңына жеткен видеомыз, яғни немесе алдық видео бізге белгілі болады. Міне біз түсудеміз. Видео дайын. Енді осы видеоны каналға жүктейміз. Егер де сіз бұл видеоға музыка қойғыңыз келсе, төменгі жақтағы сол жақ бұрыштағы музыка белгісінен музыкалар таңдап алсаңыз болады. Бірақ ол жерде де таңдалған музыканың авторлық құқығы болмау керек. Немесе текст жазғыңыз келсе де осы жерден жазсаңыз болады, және де түрлі түсте, түрлі шрифтада жазсаңыз болады. Және де бұл жерде де фильтр қолдануға болады. Видеоңыз дайын болған кезде оң жақ бұрыштағы далее батырмасын басамыз. Тақырыбын жазамыз. Яғни мен пион гүлін түсіріп тұрғандықтан, міне пион гүлдері деп тақырып қоямын. Егер тақырыпты жазып болсаңыз, загрузить батырмасын басып, видеоны YouTube каналымызға жүктейміз. Шортс видео қысқа 1 минуттық болғандықтан, 15 секунд, 60 секундтық болғандықтан тез жүктеледі. Міне, ваше видео. Міне, 2 секунд бұрын менің шортс видеом жүктелді. Мен оны шортс бөлімнен де көрсем болады. Міне, осылай жүктейміз. Егер шортс видеодан табыс тапқыңыз келсе, видеоңыз көп қаралымға, каналыңыз танымалдылыққа жету керек. Сонда YouTube шортстың фонынан ақша түседі. Шортстың да өз ережелер мен шарттары бар. Біреудің видеоларын көп жүрмеу керек, авторлық контенттің болу керек. Мына тізімдегі елдер осы шортс видеолардан табыс табады. Бұл тізімде Қазақстанда бар. Сіздер де шортс видео болсын, ұзақ видео болсын, табысқа жетіп, каналдарыңыз дами берсін. Видеоның соңына дейін көріп, менімен болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.